Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге дәмі өте керемет пирог дайындайтын боламыз. Ұнымызға шым-шым тұз, разрыхитель, сары майымызды қосып, нанымызды дәл осы видеодағыдай жасап аламыз. Қайнаған ыстық суымызда қант, қаймақ, жұмыртқаның сарысын салып, нанымызды илеп аламыз. Бетін жауып 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Курагамызды орталарынан бөліп аламыз. Мейізіміз бен грек жаңғағын қосып, 2 қасықтай балымызды қосып, араластырып аламыз. Нанымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі үлкенірек, біреуі кішірек. Үлкенірек бөлген нанымызды жайып аламыз. Астыңғы бөлігіне пергамент қағазын төсесеңіздер болады, немесе формамызға салып, жан-жағын майлап пісірсеңіздер болады. Дайындап қойған қоспамызды салып шығамыз. Жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұзымызды салып миксерлейміз. Қантымызды аз-аздан үстіне салып отырамыз. Меренгамыз формасын ұстағанша миксерлейміз. Үстіңгі бөлігіне меренгамызды салып шығамыз. Үстіңгі бөлігіне екінші нанымызды жайып, бетіне толығымен жауып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Кунжут немесе макс сепсеңіздер де болады. Мен екеуін де септім. Духовкада 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пештеріңіздің қызуына қарай көрерсіздер. Пирогымыздың дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар.